Йоу, сендермен бірге мен Зенурик. Бүгінгі видео бізде өте қызықты видео болайын деп тұр. Короче, бүгінгі видеода бізде қазақша мемдар. Яғни мен күнде азанда тұрған сайын ВКонтакте деген, ВК деген затты білетін жастар. Сол кезде мен мемдарға тіркеліп қоятын, и олар просто күлкілі болады. Так что бүгін мен сіздермен, в общем, сіздерге қызық болады деген ойдамын. Енді лайк басып арнаға тіркелудің. Видеоның соңында сіздерге өте керемет емес, енді жаңалық болады, короче. Так что соңына дейін көріңіздер. Бірінші сабақтан үйге келгенде. Вот осы явно жиза, да? Любой адам сабақтан қарның ашып келеді, анау столовыйда ештеңе жей алмайсың. Наконец-то үйге келіп, обед ішкен. Ай, кайф қой. Маған тұрмысқа шығасың ба? Не десем екен, аяқ астынан қызық болды. Мен де шыққым келіп жүрген сен сияқты жігітке әрине келсем. Сонымен алып қашасың ба, әлде күте тұрасың ба, тойымыздың қашан болады? Без обед саған кетіп қалыпты. Жиза ғой, ну прям. Андай бар ғой, бір адамдар бар ғой, сөз жазады и сен оған жаман не істесең, кешір саған жіберіп қойып не қояды. Сондай ғой бұлау. Кеше бір қызбен танысып, телефонын алдым. Енді зарядкасын аламын. Ой ба. Жатарда қарбыз жеп нем бар еді. Басқа үйдің бауырлары қалай жүреді, ал біздің үйдің. Ой, ема-ай, енді барлығын үйінде болады деген ойдамын. Бір әшкелеріне қырылысып кетіп, в общем, түсініңіздер деп ойлаймын. Жоқ, қатері ол маған жай ғана лайк басты ғой. Ай, анаңмен базардан қайтқанда, ёп твою душу, вот осы нағыз өмірлік оқиға. 10 жыл бойы сим картасында бірлік салмаған көкеміз бір күні байқамай салып қойып, сим картам байғұс бір аунап жатқан шығар деп айтады дейді. Есеп шығарып отырмын, пока что бәрі жақсы. Есеп шықты, жауабы 4. А1, Б2, В3, К5. Кешіріңіз апай, артық бор бар ма? Йо-ай, неге мектеп есіме түсіп кетті ғой. Сен мектепте отырасың да, и бір оқушы келеді да, апай, артық бар ма? Басқа сыныптың. Мектепте мұғалім, балалар концертке 500 теңгеден жинаймыз, үйде оқушы, апай 1000 теңгеден әкелсін деп жатыр. Білмеймін, мен бұлай жасаған емеспін. Мен сендерге шайнап бердім, енді жұта алмайсыңдар ма деген мұғалімді естіген оқушы. Апай, мен негізі біреудің аузынан жемеймін депті. Ай, қой барып ұйықтайын. Ёп твою душу, мен кішкентай кез алмаймыз ба? Маған ұнайтын қыз, оның әкесі, оның ағасы, оның бұрынғы жігіті, оның алғашқы махаббаты мен. Ай, ыдыс, аяқ. Сатушы 100-ші лайк. Киімді киіп көргеніңіз үшін 20 теңге төленеді, ұмытпаңыздар. Тыныш, сразу талдырам. Лайк баспасаңдар, сразу талдырам. В общем, достар, осындай деген керемет күшті видео болды. Егер ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңіз. Сіздермен болған мен Зенурик. Сау.